Құлақ аурулары, құлақ мүгістігі. Сәлем достар, бұл видеоны тыңдамастан бұрын каналыма тіркеле кетіңіздер. Құлақ аурулары. Құлақ аурулары құлақтың сыртқы, ортаңғы және ішкі бөліктерінде кездесетін дерттер. Құлақ аурулары жедел және созылмалы деп бөлінеді. Жиі кездесетін сыртқы құлақ ауруларына отит, перихондрит, отогематома, құлық тағы басқалары жатады. Әсіресе балаларда жиі кездесетін түрі сыртқы есту жолына бөгде дененің түсуі. Бұл кезде баланың құлағы қышып, есту қабілеті төмендейді. Осының салдарынан есту жолы терісі қабынып, сұйық зат бөлінеді. Емдеу үшін бөгде денені жою мақсатында спиртті тамшы тамызады. Стерильді жылы ерітіндімен есту жолын тазалайды. Ауру асқынып кетсе, хирургиялық операция жасалады. Ішкі құлақ ауруларында есту жүйкесінің невриті мен атосклероз жиі кездеседі. Есту жүйкесінің невриті түрлі жұқпалы аурулардың асқынуынан және құлаққа түрлі инфекциялардың түсуінен болады. Белгісі: құлақ үнемі шуылдап тұрады, адамның естуі төмендеп, тіпті сөйлеудің өзі қиындайды. Науқасты емдеу үшін мидың қан айналысын жақсартатын препараттар В-С тобының витаминдерін ішкізеді. Кейде лазерлі және төмен жиілікті магниттік терапия қолданылады. Атосклероз екі құлақтың да есту қабілетінің төмендеуі. Әдетте дыбыс толқыны дабыл жарғағынан және есту сүйекшелерінен өтіп, есту жүйкелерін тітіркендіреді. Ауру кезінде екі құлақтың да есту қабілетінің төмендеуі. Әдетте дыбыс толқыны дабыл жарғағынан және есту сүйекшелерінен өтіп, есту жүйкелерін тітіркендіреді. Ауру кезінде ортаңғы құлақты ішкі құлақпен жалғастыратын үзеңгі, төсше және балғашық сүйекшелер қозғалғыштық қабілетінен айырылады. Соның нәтижесінде дыбыс есту жүйкелеріне жетпейді. Аурудың белгісі бірден байқалмайды. Адамның естуі бірте-бірте төмендейді. Дәрі-дәрмекпен емдеу көп нәтиже бермейтіндіктен көбіне естіргіш аппараттарды пайдалану немесе хирургиялық операция жасау қажет. Құлақ мүгістігі. Есту органының дерті. Құлақ мүгістігі әртүрлі құлақ аурулары салдарынан қабыну, мұрын жұтқыншақ ауруларының, сондай-ақ қызылша, тұмау тағы басқа жұқпалы аурулардың асқынуынан пайда болады. Кейде ұрықтың дамуы кезінде ортаңғы ішкі құлақтың жетілмеуінен бала іштен туа естімейтін болуы мүмкін. Мұндайды туа пайда болған құлақ мүгістігі деп атайды. Бұл баланың дұрыс сөйлеуіне де әсер тигізеді. Ересек адамның естімеуі көбіне айқай-шудың ұзақ уақыт әсер етуінен, есту жүйкесі қызметінің бұзылуынан, уланудан, дәрі-дәрмектерден шамадан тыс ішуден тағы басқа болады. Кейде адам уақытша естімей қалуы мүмкін. Мысалы, құлаққа құлық қатқанда, құлақ ішіне іріңді жара шыққанда. Емі құлақ мүгістігіне шалдықтырған ауруды тауып емдеу. Іштен туа біткен кемістікке кей жағдайда хирургиялық операция жасайды. Құлақ мүгістігіне тілі бұзылған баланы арнайы балабақша мен мектептерге сөйлеуге үйретеді. Есту мүшесінің гигиенасы. Есту мүшесінің қалыпты жұмыс істеуі алдымен тазалық сақтауға байланысты. Ол үшін құлақты сабындап, жылы сумен жуып тұру керек. Әдетте құлақтың сыртқы дыбысы жолының бездерінен құлық бөлінеді. Құлық шаң-тозаң мен зиянды микробтарды ішке өткізбей қорғанышты қызмет атқарады. Дегенмен құлақта құлық көбейсе, адам естімей керең болып қалуы мүмкін. Сондықтан құлықты ауық-ауық тазалап тұрған жөн. Құлықты тазалағанда қатты үшкір заттарды пайдалануға болмайды. Дабыл жарғағы зақымдануы мүмкін. Есту мүшесіне ішімдік өте зиян. Мас адам дыбысты естігенімен қай жақтан шыққанын бағалай алмайды. Тәлтіректеп барып қолайсыз жағдайға ұрынуы мүмкін.